Құрметті студенттер, мына оқиға болған жерде табылған заттай дәлелдемелердің үлгісі ретінде қарастыратын боламыз. Онда біз жаңағы саусақ ізін алу үшін қолданылатын порошок пен магнитті порошокты қолдану арқылы саусақ ізін алуды көрсетеміз сіздерге. Жаңағы мына екі студентіміз бізді сіздерге ары қарай көрсетеді. Мынаны міне осылай аласыздар және бүкіл заттай дәлелдемеге жағып шығасыздар. Сол кезде шыққан саусақ іздерін алдарыңызда тұрған дактопленкаға түсіру арқылы дайындап отырасыздар. Кәне бастаңыздар. Міне жаңағы заттай дәлелдемеге жағылған магниттік порошок арқылы ұсталынған саусақ іздері шықты. Осы саусақ іздерін анықтау үшін, оны зерттеу үшін және идентификация жасау үшін жаңағы дактопленкаға түсіріп аламыз. Оқиға болған жерде әр күдікті, әр болған адам өзінің саусақ іздерін қалдырады. Соны алу мақсатында осындай болған жерде болған инвентарлардан саусақ іздерін алуға болады. Соны қазір жаңағы Алишер бізге көрсетеді. Алишер мен Нұртай. Полиция бөлімшелеріне ұсталынған күдіктілерді немесе қылмысқа басқа да қатысы бар адамдардың саусақ іздерін базадандыққа енгізу мақсатында осындай дактилоскопиялық сканер қолданылады заманауи жаңа технология бойынша. Соны қазір бізге Ерасыл демонстрация көрсетеді. Классикалық түрде адамның саусақ іздерін алу үшін дактокартаны пайдалана отырып, жаңағы адамның саусақ іздерін аламыз. Оның бірінші дактокартаға адамның жеке бас мәліметін толтырамыз да, дактокартаға саусақ іздерін алып болғаннан кейін алған адамның, жаңағы уәжде адамның несін толтырып аламыз, қызметін. Саусақ іздерін классикалық түрде алу үшін бірінші күдіктінің оң жақ саусағынан, бас бармағынан бастаймыз. Валикті раскатывать етіп алғаннан кейін, он саусағынан үш қимылменен ғана жағу арқылы саусақ іздерін алуға болады. Және өзімізге ыңғайлы ретінде оннан солға қаратай, солдан оңға қаратай айландыру арқылы саусақты. Жаңа сіздер көргендей, дактокартаға біз адамның саусақ іздерін түсірдік. Саусақ папиллярлық сызықтар түсіру арқылы адамның әр өзіне тиесілі болады папилляр сызықтар. Папилляр сызықтардың үш түрі болады, және ілмекті, доға және шеңберлі. Әр адамның әр саусағының іздері әр түрлі болады және олар қайталанбайды. Әркімдікі өзіне тиесілі. Осылай саусақ іздерін алу арқылы адамның жеке басын табуға болады. Общий базаға енгізуге болады.